қатты қамыр болу үшін оны тұзды қосып суға сәл тұзын күштілеу керек, күштілей қосу керек. Оған тұқым қосады. Сөйтіп илесең, қамыр өте керемет болады. Иногда қамыр тәтті болу үшін сорпаның суына қосып илеуге болады. Міне мынау алдарыңызда көріп отқан ет қайнап жатыр. Еттің ішіне мынерге сәбіз, картоп, міне помидор қоссаңыздар, керемет дәмді болады. Ол етті жегенде аузыңыздан дәм кетпейді. Міне қамырды үлкен қылып осылай қалың қылып саласыздар, соны көтеріп, мынау үлкен ыдысқа саласыздар. Міне үлкен ыдысқа салып, үстіне етті осылай қойып, жанына әдемілеп, міне картопты, сәбізді қоясыздар. Бұның бәрі етке сондай дәм, керемет дәм беріп тұрады. Міне нағыз бешбармақ. Міне қамыр осылай болып, үрімдей болып түсу керек. Сонда қазір мынау қолдан жасалған, мынау жаңағы түрлі дүкендерде бар ғой, енді заманның талабына сәйкес елдер сондайда салып жейтін болды. Негізі қолдан жайып жеген қамыр керемет болады. Міне қарап отырсыздар ма? Көріп тұрсыздар ғой, қандай әдемі, тамаша. Қамыр деген осындай болу керек. Қамыр ауқат жеген адамның ұрты майланып, мынау құйрық. Осы құйрықты қамырға салып тұрып асап жеу керек. Біздің ата-бабаларымыз сондықтан мықты болған. Бал татып тұр ғой, бал татып. Орнына лимонды осындай сығып салса да болады. Дәмін әдемі келтіреді. Сопа мынандай қазы күсті.